Алашқа сәлем, сендермен Тамерланс. Бұл Эд Ширанның әндері арқылы ағылшын грамматикасын игеру курсы. English Grammar for Music 101 Beginner деңгейі. Екінші сабақ бүгінгі тақырып be етістігі және жіктеу есімдіктері атау септік. Эд Ширанның Beautiful People әні. We are not beautiful. Біз әдемі емеспіз. Осы сөйлемдегі етістік қайда? Ол жоқ. Мен түсінгендей, қазақ тіліндегі кейбір сөйлемдерде етістік болмайды. Ағылшын сөйлемі толық болса, етістік әрқашан тұруы тиіс. Бұл жағдайда be етістігі қолданылады. Ол болу деген мағынаны білдіреді. Орысша айтсақ, являться. Be етістігін қай жағдайларда қолдану керек? Біріншіден, біреу немесе бірдеңе сипатталғанда. Мысалы, біз әдеміміз. We are beautiful. Екіншіден, біреу немесе бірдеңе туралы басқа зат есім арқылы факт айтылатын кездерде. Мысалы, біз әншілерміз. We are singers. Үшіншіден, біреудің немесе бірдеңенің орналасқан жері туралы айтқанда. We are in Көкшетау. Біз Көкшетаудамыз. Тағы да айтып кетейін, осы үш қазақ сөйлемдерінде етістік жоқ, және бұл нормально. Бірақ ағылшын аудармаларында етістік әрқашан болуы тиіс. Мүмкін осы үшеуге қоса тағы басқа жағдайлар бар шығар, бірақ меніңше пока что осы үшеуі жекілікті болады. Бұл жай ғана бірнеше сөздерді жаттау емес. Осылай концепт қазақ тілінде де, орыс тілінде де жоқ. Сондықтан оны игеру үшін меніңше уақыт керек болады. Өткен сабақта біз мен, сен, ол және тағы басқа жіктеу есімдіктерін талдадық. Мен әдемімін, сен әдемісің, сендер әдемісіңдер. Қарасаңдар, әрбір жіктеу есімдігінен әдемі сөзіне жіктеу жалғауы жалғанған. Мен әдемімін, сен әдемісің, сендер әдемісіңдер. Осыған ұқсас, ағылшын тілінде де әрбір жіктеу есімдігімен be етістігі өз формасын өзгертеді. Оның үш формасы бар. Am is are. Am айға қосылады, is he-she-ге қосылады, және are you-they-ге қосылады. Назар аударыңыз, are емес, are. Менімен қайталаңдар. I am. You are. He is, she is, it is. We are. You are. They are. Ал енді үлгілер. Happy әні. But my darling, I am still in love with you. Тура аудармасы. Бірақ жаным, мен әлі де махаббатта сенімен. Дұрыс аудармасы. Бірақ жаным, мен әлі де сені сүйемін. Неге? Be етістігі қолданған. I love you. Мен сені сүйемін. Осы сөйлемде love етістігі қолданған болатын. Тура сол идеяны басқа тәсілмен айтуға болады. Ағылшын тілінде be in love with фразасы бар. Тура аударсақ, біреумен махаббатта болу. Бұл жағдай біреудің орналасқан жері туралы айту пунктына ұқсас. Нина әні. And I'll say, you are beautiful without your makeup. Тура аудармасы, және мен айтамын, сен әдемісің, сенің мейкапсыз. Дұрыс аудармасы, және мен сенің өз мейкапынсыз әдемі екенін айтамын. Неге be етістігі қолданылған? Біреуді сипаттау. Тағы да beautiful сөзі, яғни әдемі сөзі қолданылған болатын. Thinking out loud әні. Maybe we found love right where we are. Тура аудармасы. Мүмкін біз таптық махаббатты дәл қайда біз. Дұрыс аудармасы. Мүмкін біз дәл қазір тұрған жерде махаббатты тапқанбыз. Неге be етістігі қолданған? Біреудің орналасқан жері туралы айту пункті. Енді мысалдарсыз, жай ғана жіктеу есімдіктерін әдемі сөзмен байланыстырайық. Мен әдемімін. I am beautiful. Сен әдемісің. You are beautiful.
Ол әдемі. He is beautiful, she is beautiful, it is beautiful. Біз әдеміміз. We are beautiful. Сендер әдемісіңдер, сіздер әдемісіңдер. You are beautiful. Олар әдемі. They are beautiful. Осымен болды. Осы видеода қолданылған Эд Ширанның әндері міне осылар. Келесі сабаққа көшпес бұрын осы сабақта талданған материалды бекіту мақсатында мен сендерге ұйықтар алдында барлығын қайталауға кеңес беремін. Көріскенше.